Дархан Баялханұлы Аскентай Қазақстан қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Аскентайға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес, Аскентайдың 2024 жылы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 60 бабының 1 бөлігіне 61 бабына сәйкес, үкімдердің жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 4 сәуірдегі үкімімен Ильясовқа қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің 5 тармағымен 293 бабы 2 бөлігінің 1-3 тармақтармен тағайындалған 2 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясовқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ильясовқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес, Ильясовтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Тоқтаубаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес, Тоқтаубаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Дидар Еркінұлы Қалиахмет Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Қалиахметке жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес, Қалиахметтің 2024 жылғы 17 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Думан Қайдарұлы Ысқақ Қылмыстық кодекстің 434 бабымен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ысқаққа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 3 тармағына сәйкес, Ысқақтың 2024 жылғы 13 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 2 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Азаматтық талап қоюшылар Нұрумов, Бишембиева және Кадированың моральдық зиян мен мүліктік залалды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Жауапкер Абзал Нұрғалиұлы Шынасылдан талап қоюшылар Қаржаубай Полатович Нұрумов, Гүлбара Асыпбековна Бишембиева және Жұмабике Жолдасовна Кадированың әрқайсының пайдасына 20 миллион теңгеден моральдық зиян мемлекет кірісіне 1981 теңге баж салығы өндірілсін. Жауапкер Равиль Магомедович Сакиевтен талап қоюшылар Қаржаубай Полатович Нұрумов және Жұмабике Жолдасовна Кадированың әрқайсының пайдасына 15 миллион теңгеден моральдық зиян мемлекет кірісіне 1981 теңге баж салығы өндірілсін.
Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгожаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалиахмет, Равиль Магомедович Сакиев және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Гүлбара Асыпбековна Бишимбиевнаның пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгожаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалиахмет және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Қаржаубай Полатович Нұрымовтың пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгожаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалиахмет және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Жұмабеке Жолдасына Кадированың пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян, мемлекет кірісіне үлестік тәртіппен 330 теңге баж салығы өндірілсін. Тоқтаубаев, Шынасыл, Сакиев, Белгожаев, Аскентай, Ильясов және Қалиахметке қылмыспен келтірілген моральдық зиянды өндіру туралы азаматтық талап бойынша өз еркімен орындау мерзімі 2 ай деп белгіленсін. Үкімде көрсетілген мерзім өткеннен кейін сот актісі азаматтық талап бөлігінде мәжбүрлі түрде орындалсын. Азаматтық талап қоюшылар Нұрымов, Бишимбиева және Кадироваға мүліктік зиянды өндіру туралы талап арызымен азаматтық тәртіпте сотқа жүгіну құқығы түсіндірілсін. Қылмыстық іс бойынша сот сараптамаларын жүргізуге жұмсалған жалпы 48.289 теңге процесс шығындар, сотталушылар Шынасыл, Тоқтаубаев, Сакиев, Белгожаев, Аскентай және Ильясовтың әрқайсынан 6036 теңгеден, Азамат Тоқтаубаевтан 3553 теңге, Қалиахметтен 5196 теңге және кәмелетке толмаған сотталған Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевтан 3324 теңге мемлекет кірісіне өндірілсін. 1.571.297 теңге 57 тиын процесстік шығындар мемлекет есебіне қабылдансын. Жәбірленушілерге өтемақ қорына сотталғандар Шынасыл және Сакиевтің әрқайсынан 110.660 теңгеден, Азамат Тоқтаубаевтан 4.840 теңге, Тоқтаубаев, Белгожаев, Аскентай, Ильясов және Қалиахметтің әрқайсынан 73.840 теңгеден және Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевтан 73.840 теңге мәжбүрлі төлем өндірілсін. Үкім заңды күшіне енгеннен кейін Алматы облысы полиция департаментінің Талғар аудандық полиция басқармасының аяқ заттар сақтау камерасындағы заттай дәлелдемелер, оқиға болған жерді қарап тексеру барысында анықталған қанға ұқсас дақтардың 3 дана сүртіндісі, Полаттың кофтасы, спорттық шалбары, футболкасы, спорттық аяқ киімі, носки ішкі киімі және 2 қолын тырнақ кесінділері, Ильястың жеңіл шолақ курткасы, спорттық трикосы, костюмы, Сакиевтің кофтасы, курткасы, спорттық трикосы, аяқ киімі, Шынасылдың кофтасы, курткасы, трикосы, Тоқтаубаевтың джинсы шалбары, курткасы, кофтасы, Азамат Тоқтаубаевтың шалбары, футболкасы, жеңіл шолақ курткасы, Аскентайдың жемпірі, спорттық шалбары, Белгожаевтың кепкасы, жемпірі, шалбары, жеңіл шолақ курткасы, аяқ киімі, Ильясов, Сакиев, Тоқтаубаев, Шынасыл, Тоқтаубаев, Нұрбол, Аскентай, Белгожаев, Рузбакиев, Ысқақ, Қалиахмет, Қазакеновтың, жәбірленушілер Полат, Нұрымов, Гайпаев, Махмет, Бишимбиева, Куәлар, Нұрбекова, Жақсыгелді, Абдықадыр, Мұратовтың қан үлгілері және Полаттың тері кесіндісі, Volkswagen Golf маркалы мемлекеттік номер 039 AZX05 автокөлігіне қарап тексеру барысында алынған 3 дана тас, Хортица маркалы ішімдік бөтелкесі және кружка свежа маркалы сыраның банкасы, оқиға болған жерді қарап тексеру барысында Қамажай дүкенінің есігінен алынған 2 дана ДНК биоқұрамы, 16 калибрлі гильзадан алынған ДНК биоқұрамы, Белгожаевтың аяқтарын сол жерде тексеру және нақтылау тергеу әрекеттер барысында алынған 16 калибрлі тегіс ұңғылы аңшылық мылтығынан алынған ДНК биоқұрамы, Белгожаевтың қатысуымен Талғар Береке тас жолын қарап тексеру барысында алынған жиналмалы пышақ, Талғар Береке тас жолын қарап тексеру барысында алынған пышақ, Volkswagen Golf маркалы мемлекеттік тіркеу номері 039 EZX05 автокөлігін қарап тексеру барысында алынған пышақ, Шынасылдың аяқтарын сол жерде тексеру және нақтылау барысында алынған пышақ, Нұрымовтың аяқтарын сол жерде тексеру және нақтылау барысында алынған пышақ. Жәбірленушілер Бишимбиева, Нұрымов, Гайпаев, сотталғандар Тоқтаубаев, Нұрбол, Аскентай, Сакиев, Ильясов, Белгожаев, Шынасыл және Қалиахмет, Ысқақ, Куәлар, Рузбакиев, Қалиахмет, Жақсыгелді, Абдықадыров, Мұрат, Нұрбекованың букальды эпителий үлгілері